Армысыздар, қадірменді көрермен қауым, сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін біз қайта өңдеу саласы туралы аз-кем әңгіме өрбітсек деп отырмыз. Алдымен студия қонағымен таныстыруға рұқсат етіңіз. Агропротеин жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Асхат Мадиев мырза бүгін бізде қонақта. Асхат, студиямызға қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қазір елі. Өзімді таныстырып өтейін. Иә. Мына Бестөбе ауылының тумасымын, Степногорск қаласы маңында. Сол жақта өсіп, сол жақта жүрген адамбыз. Қазір жақын маңда алдыңғы жылы негізі бастадық бұл проектті. Бұл проект біздің ағамыз Асылбек Назымбекұлының ағамыз бар, Петропавловск қаласының тумасы. Сол кісі бұл проектті өзі ойлап, өзі шығарған. Идеяның авторы, патенті сол кісіде барлығы. Сол кісіні тыңдап, осы неге жаңағы келісімге келіп, өз арам шешімге келіп, жаңағы осындай завод салдық, алғашқы завод. Жаңа осы үлкен рахмет Агрокредит несие корпорациясына. Осы корпорация арқылы бүгінгі таңда біз жұмыс істеп жатырмыз. Сол уақытты еске алсақ, ол алдыңғы жылы болды. Жаңа менің бір партнерім бар, Дәурен Сәкенұлы. Сол кісіге барып, жаңағы презентациясын көрсетіп, екеуміз келісімге келіп, сонымен жол тарттық. Бірінші жаңа ол қызық моменттер болды ол кезде. Осы қыс уақыты, осы уақыт қой, примерно сол жаққа барып, Петропавловскқа бардық аяқ астынан. Жаңағы Асылбек ағамызбен кездесіп, біраз әңгіме соғып, көрісіп, танысып, сосын заводына барып, ол кісілерде кішігірім өздерінің еткен не болды, завод. Ол жақта да осындай өндіріс болып тұр. Өндіріс болып тұр, олар жаңа ғана бастап, эксперимент ретінде көріп өтті. Сол уақытта біз барып, танысып, барлық жаңа экономика жағынан бәрін санап, бизнес-план жасап шықтық. Содан кейін біз қаражат іздеп, өзіміздің қаражатымыз болды. Соның барлығын жинастырып, жаңағы неге бардық, Көкшетауға бардық. Енді өйткені біз Ақмола облысына өз жерімізді ашайық деп бірінші, басқа жаққа бармай, өз жерімізді ашып көрейік деп ұсындық. Сосын аяқ астынан логистика жағын қарадық. Қай жақта оңай болады, жаңа Ақкөл қаласы. Неге Ақкөл қаласы өйткені жолдың шетінде Қазақстанның бойында. Сол үшін сол жерді таңдадық. Сол жерге барып, күнде барып жүрдік өзі. Жер іздеп, қай жерде саламыз деп, сол жаңағыдай. Солай жол жүріп, күндегісін Көкшетауға бардық та, жаңағы бизнес-центрға барамыз. Жаңа Агрокредит корпорация отыратын. Ұмытқаным ғой названиесі. Сонда барып, көтеріліп бара жатқан кезде біз негізі Атамекенге барған болатынбыз. Қаржы іздеп жүрміз. Атамекенге барған болатынбыз да. Атамекенге кіріп бара кезде лифт тоқтап қалды да, бір кісі кірді сонда. Ашылған кезде жаңа Агрокредит корпорация жауап тұр екен. Сосын шығып кеттік та сол жерге. Солай бастап, жаңа өмірдің өзі бұрып тұр ғой. Солай келістіріп, аяқ астынан солай бардық. Сода кіріп менеджерға жаңағы заявление тастап, бізді жаңағы заместитель директора, зам директор алып қабылдады. Жаңа проектін көрді да, ол кісі сенді сразу. Осылай келістік. Сосын жаңа құжаттарды алдық. Қандай қажет, сонымен бастап кеттік. Сосын сонымен жинап, сол жердің астан түсікті барып тоғыз өзіміз. Сосын жаңа названиесін бәрін өзіміз. Сол жерде ойлап солайдан қойдық. Бәрі аяқ астынан барлығы кетті, тез болып. Сосын сонымен жаңағы оборудование заказ бердік. Агроинженеринг дейтін компания Новосибирскта, жаңағы ағамыз өзі чертеждармен сол жақта құрастырған ғой. Сол жақтан алып келді. Кішкене уақытысында келмеді, жаңағы кешікті ғой да. Кешікті жаңағы сол Ресейде болып отқан жағдаймен. Бірақ әкеп берді, аман есен келді. Жаңа пусконаладка дейміз ғой, соның барын қойдық, орналастырдық. Бүгінгі күнде 2-ші ай бізден қазір Терра компаниясы, Қостанайдағы үлкен компания, солар алып жатыр. Тамаша. Және оңтүстік Қазақстанда тоже алып жатыр. Көбі тани қоймайды бұл нені. Жарнама бірдеңе жасап жатсыз. Жарнама жасап жатырмыз, ақырын қолымыздан келгенше. Но енді қатты объем жоқ бізде. Үлкен, Терра, например, барлығын алып кетеді сразу.
не шығарамыз, сұраныс бар, сұраныс бар, жүргізіп отырмыз дейсіздер ғой. енді алла жазса болашақта неде Түркістан облысында орналастырамыз деген ойымыз бар. Иә, мен де соны сұрағым келіп отқан. Негізі өйткені біз ана әлеуметтік желіден жан-жақтан көреміз ғой. Мықты мал базарлары бәрі борда, сол жақта сияқты. Біз статистиканы қараған кезде өзі статистиканың өзі жауап беріп тұрды. Ана жақта көп екен. Население көп болғасын ол жақта. Және тығыз орналасқан ғой, тығыз орналасқан жақын жер. И ол жақта Өзбекстан алады, Арман Қартай шығуға деп тұрған. Сондықтан сол жақта алырса ашамыз деп нетіп отырмыз, құрастырып отырмыз. Сол қазіргі таңда бізге бірінші мына агрокредит корпорация несиесіне көрсетуіміз керек, қалай жұмыс істеп жатқанымызда. Сатылымдар болып жатыр, сондықтан бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Сосын мына жаңағы ол продукт айтыла кетсек, ол протеин 87% дейін таза протеин шығады. Тек қана терден жасалады, басқа ешқандай химиялық зат ештеме араласпайды. Аминокислоттар, глицин, гликин барлығы бар арасында. Минералды заттар бар. Мен қазір өзім не емеспін, жаңа технология айтып беретін десем, білесіз ғой. Иә, біледі. Мен өзім жаңа ғана үйреніп отырмын. Негізі вообще бұл салада жұмыс істеп көрмеген адамбыз ғой. Солайдан осылай бастап, міне бүгінгі күнде уже бір 30 тоннадай артып жібердік. Бірінші айда кішкене енді қиындау болды біз үшін. Жаңағы қызметкерлерді алған кезде өзіміз үйреттік қой барлығын. Ешкім жұмыс істеген жоқ, ешкім білмейді. Қалай ететінін өзіміз басында тұрып жаңағы ненің оборудованием. Жаңа ағамыз келіп, Асылбек Танымович өзі келіп тұрып, өзі көрсетіп, қалай істейтінін сойынан солай бастап істеп отырмыз. Кішкене бүгін уже кішкене жігіттер қолдарын үйретіп алды. Ақырындап істеп отырмыз. Но енді андай модернизация дейді ғой. Ол тоқтамайды орында. Енді қазір былай қарап минустарымызды тауып отырмыз, қандай минустар бар. Соларды кішкене жөнге келтіріп отырмыз. Менің түсінуімше осы жалпы жұмыстың басталғанына бас аяғы 1-2 жыл болған ғана сияқты, иә? Иә, бұл негізі ол кісілер өздері бастады ғой. Эксперимент ретінде жандағы ауылдарға сатып, көрсетіп, оның бәрін дәлелдеу, қағаздарын алу, сараптамаларын алу, сертификаттарын алу, жаңа СТКЗ дейтін сондай сараптамаларды алу барлығы. Даже бізде халяльный сертификат алдық, чтоб анау каннибализм деп айтады ғой. Иә. Сол болмас үшін біз оны жаңа неге даму қорын соларға жіберіп, сол жақтан Иранға жіберді. Ираннан міне алдыңғы жылы келді ответ. Сразу келіп көрсетті, халяльный несі белокпен несі анау ДНК. Иранда зерттеген болып тұр. Иранда зерттеген ДНК ешқандай қосымша жоқ ішінде. Солайынан болып. Бұл мәселе осы 5-6 жыл бұрын екен парламентте үлкен бір шу шыққан. Тауық фермаларында жаңағы өлген тауықтарын осындай жаңағы ұнтақ жасап қайттан тауықтарға жегізеді деген үлкен дау болған бұл негізінде. Каннибализм деген мәселе келтіріп отырмыз ғой. Демек протеин ондай емес, яғни жоқ, ондай таза өнім болып тұр ғой. Мен жаңа ұмытып кеттім, алып келу керек еді. Сертификатын өзбен бірге. Жақсы. Алдағы уақытта енді оны барып өндіріс орныңызды көріп, жаңағыдай нақты процесті көрсете жатармыз. Енді мен сұрағым келіп отқаны, жаңа айттыңыз ғой, мысалы Атамекенге барып агрокредиттік несие корпорациясына кіріп кеттік деп, сол процесс қалай өрбіді? Мысалы сіз келдіңіз, кірдіңіз, шолықтыңыз, жаңа қаржыландыру түскенге дейін қанша уақыт алды? Шынымды айтсам көп уақыт қалған жоқ, максимально кәдімгідей тез болды. Менің ойымша көп былай бір айдай құжаттар дайындадым. Сосын екінші айда уже құжаттар дайындағаннан кейін жаңа реквизиты нелерін барлығын дайындап апарып бергеннен кейін, договорларын жаңа Новосибирсктен алғаннан кейін, договорын бәрін алғаннан кейін, құжаттарды алғаннан кейін, тапсырғаннан кейін олар көп созғанда жоқ. Білмеймін енді. Так, январь, февраль кешіңіздер орысша айтып отқан ма? Араласты. Сол жақта сондай где-то бір 2 ай ғана болды. 2 айдың көлемінде олар сразу қаржыландырды бізді. Ешқандай мәселе туындаған жоқ. Ешқандай мәселе. Жоба құны қанша? Жоба құны бүгінге 260 миллиондай болды. 300-ге дейін таяды.
қазір уже қосылып отыр ғой жаңағы отопление қостық, ананы қостық. Ана жердегі үйді восстановить еттік. Ол жерде негізі айта кетсем тоже андай сәт болды. Жаңа жерді алған кезде анау бұрындағы қалып қойған совет үкіметі кезінде қалып қойған здание болды. Ол анау несі кірпіші бәрі түсіп жатқан ескі Ақкөлдің өзінде иә, сол жерде сондай здание болған да, соны біз алып жаңағыдай қайрадан қалпына келтіріп, оны СМР-ді жаңағы СМР дейміз ғой, өз қаражатымызбен көтердік барлығын. Жаңа сосын склад салдық жаңа оны үлкейттік. Сосын барып бір үй тұрған еді, бұзылған. Оны да жұмысшыларға көтеріп бердік. Барлығы барлығы ішіндегі жуынатын душы барлығын сәйкес келтіріп барлығын істедік. Жағдайларын жасадық. Енді нақты өндіріс туралы айтсақ, мысалы, иә, жаңа протеин деп айтып жатамыз, сол оны теріден жасайтынын айтып жатырсыз. Қандай малдың терісі жарайды, жалпы технология қалай, мысалы, теріні қабылдайсыздар, иә, сосын одан кейінгі процесс қалай жүреді, соны? Теріні қазіргі таңда біз Казбиев дейтін білетін шығарсыздар. Иә, үлкен жаңағы не бар, завод бар, біздің мына Щучинсктің маңында орналасқан. Сол кісілермен келісіп, бүгінгі таңда соларын аламыз. Олар бізге 2 күн сайын 4 тоннадай әкеледі. Өзіміз алып кетеміз. Келісім бойынша өзіміздің машина жаңа көлік алдық, сол водителіміз әкеледі күнде. Оны біз әкелгеннен кейін оны өзі жайып тұздаймыз. Неге складымызға тұздап қоямыз, сосын барып өндіреміз. Өндіргенде бұл терінің, например, 1 тоннадан 60%-дай жаңағы протеин шығады. Таза протеин 60%, сол терінің 1 тоннадан 60% шығады. Және жаңағы Ақкөл ауылының адамдары тасиды, өздері әкеледі. Ауылдан да қабылдайды. Ауылдан да қабылдаймыз, иә, жаңағы справкалармен аламыз. Справкалары болады, олар өздері справкалармен әкеп береді бізге, тексеріп отырып. Сосын кейбір адамдар жан-жақтан әкелгендер болды, Атбасардан әкелді, Көкшетаудан әкеледі. Көкшетаудан уже бірнеше рет әкелді. 2 тонна, 3 тонналап жаңа газельдермен салып адамдар әкелді. Солайынан аламыз, қабылдаймыз. Ана жақта өзіміз весіміз бар, соған өлшетіп қабылдап, бүгінгі таңда біз 60-70 теңгені алып отырмыз. Сиырдікінде, сиырдікін егерде таза болса, жаңа боқтары нелер болмаса, онда көтереміз. Тұздалған болса, бізге жақсы да, тұздалған соны тұздап уақытымыз келеді. Солай қабылдаймыз. Сиырдікін құйрығысыз, жылқының жалымен құйрығын алып тастау керек міндетті түрде. Сосын тұздадыңыздар, қабылдадыңыздар, әрмен қарай процесс қалай жүреді? Технологияғанда. Сол жаңағы жайып неткеннен кейін технологиясын айта кетсек, ол жаңағы өзіміздің оборудованиеміз туралы айтсақ, бірінші шөгір тұрады. Шөгірді оны измельчать етіп жаңа кесіп дайындап береді. Одан әрмен паста изготовитель дейтін үлкен мясорубкалар ғой. Соған барып, соған кіріп, соның ішінен жаңағыдай паста сияқты болып шығады да. Сосын барып обжигқа барамыз, обжигті жағамыз. Онда жағып, кептіріп, оны әрмен қаратай бункерға толтырып, экструдерға барады. Экструдердан шыққаннан кейін дробилкаға барады. Дробилка өтіп, әрмен қаратай уже дайын өнім болып шығады. Дайын қабын тігіп тапсырамыз. Гранула түрінде шығамыз мұнда? Гранула түрінде шығара аламыз. Енді клиенттің өзі қалай айтады? Бірнеше түрін шығару. Бірнеше матрицамен шығару. Қазір енді ала жазса, осы агрокредит несие корпорациясынан бір проект айтып жатырмыз. Ол монокарма істейміз деп. Соның жанына монокарма завод саламыз. Осы өндірісті жаңағы люцерн, леон, барлығымен түрлерімен уже комбикарма алдырып, араластырып, монокарма алдырып, жаңа шығарып, гранула түрінде шығарғымыз келеді. Араластырған дайын зат шыққандай штук. Өйткені бізде ол жерде шыққаннан кейін адамдар өздері араластырып, өздері нетеді ғой, ол жаңағы біздің протеинді оннан бір бөлігін қосады. Басқа шөппен араластыратын ба? Шөппен болсын, немен болсын араластырып бере береді. Қыр өзін беруге болмайды әзірге, иә? Жоқ, қыр өзін беруге болмайды, ол қыр өзін олар жібермейді. Оны араластырады. Ол жаңағы бұл протеин олардың малдардың аппетиттарын ашады. Олар су көп ішеді, аппетиттерін ашады. И
алдарына не қоясыз, жаңа заттарды барлығына аппетит ашылып болған жібереді. Суточный привесі, например, бір қанша 2-ден 3-ке дейін барды. 3-ке дейін көтергендер болды адамдар. Өздері звондап 3-ке дейін. Жаңа айттым ғой, Петропавловск ауыл маңында ана кісі Асылбек Назымбекұлы өзі зерттеп көрген кезде солайынан болған. Видеолары барлығы бар өзімізде. Таң қалдырады. Но бірақ та кәдімгідей оны тоже тез көтеруге болмайды. Өйткені ол жас мал, сүйектері қатаймаған, нетіп кетеді, жардай болып кетеді, тұра алмай қалуы мүмкін да, яғни. Сондықтан кішкене қатты нетпей, увлекать етпей, 2 килограмм қосса да суточный жақсы. Жақсы пресс береді. Осы Астанада сіз көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе, жаңалықтардан көрсеткен мына қоқыс жинайтын жер бар ғой, соның қасына бір бөлек бөшке қойып, нанның, тамақтың қалдықтарын бір қабылдап жүрген кәсіпкер болған. Не екен білмеймін, сол кішкене тоқтап қалды деймін жұмыс. Сол кісімен әңгіме құрғанбыз. Ол жаңа адамдар нан, тағы да басқа тағам түрлерін тастайды ғой, қоқыс. Сол жаңа бөшкенің ішіне тастайды. Сосын ол кісі жаңағыдай қоспа жасайды, мал азығына беретін, мал азығы ретінде. Бірақ ол кісі айтады, мен осы жаңағы өндіріске шыққанша бір 20-30 сиыр өлді дейді. Эксперимент жасаған ғой, іші сызып кетеді, тағы да бірде жағдайлар болады. Сіздерде осындай бір зерттеу жұмыстары алдын ала жүргізілді ме? Зерттеу жұмыстары алдын ала жүргізілді, ол барлығы Ресейде болды. Ол жақта біз сол жаңа ағамыз жүргізді, ол этапты барлығын ол кісі өткен өзі. Сіздерге дейін өтіп қойды ғой. Біздің дәлелдеп, сосын барып бізге көрсетті, дәлелденген нәрсе болғаннан кейін. Жаңағы сіз айтасыз ғой, осы тауықтарға, құстарға жеке, қара малға жеке, жылқыларға жеке, балықтарға жеке беріп, барлығын зерттеп уже дайындалып қойғанда. Жаңа балықтардың өздеріне прессовать етіп, балыққа да беруге болады. Негізі вообще бұны таңғаларлық шошқалар күшті жейді. Ресейдікілер. Енді қазір біз құжаттар дайындап отырмыз экспортқа. Ол жақта былай алған кезде таңғалдырған. Олар да қатты жейді екен. Біздің жақта енді жоқ қой сіз. Шошқаға таңғалу болмайтын секілді, ол бәрін жейді ғой. Ал жаңағыларын қатты ашады да, одан сайын жейміз. Осы протеинді, мысалы, мал азығын үнемдеуге бір мүмкіндік беретін секілді емес? Мінекей жаңағы айтып отырмын ғой. Қазір адамдар қанша 3-4 ай жеңге тұрса, бізде 2 айға точно 2 айдың ішінде өсіріп аласыз. Жаңағындай үнемі ақша үнемдейсіз, жаңа нелерді алмайсыз, присканы араластырып қосасыз, бұл өте қана. Жалпы нарықта бар ма протеин бізде осындай? Жоқ. Бұл жақта ниша бос, жоқ, бос. Мен олай естідім, Қытайда бар деп, но оларда ол жақта шошқаның терісінен ғана өндіреді екен де, ол жақта қарамал былай теріні олар кожаға, жаңа неге нетеді. Сондай заттарға істейді екен. Бұл жақтарда жоқ. Шикізаттан проблема жоқ па? Жеткілікті ма? Шикізатта жоқ, проблема жоқ. Бізде толып отыр. Әкелем дейтіндер күнде звондайды. Толып отыр. Жаңағы Түркістан облысы, Шымкент жақтарда қатты мәселе болып жатыр. Біз алдында осыны нетерін болмын алдында ол жақта зерттеп барып қайттық. Акиматына кірді. Ол жақтар шақырып отыр. Келіңдер деп, ашындар бізде деп, өйткені Қазығұрт дейтін жер бар ғой. Сол жақта мал көп нетеді екен, сояды екен да, арман қартай шетелге жібереді екен олар. Сол жақта көп тері. Шикізаттың көзі сол жақта дейсіз. Жаңа бір сөзіңіз айтып өттіңіз, сол жаққа. Ол жақта қолайлы болады, өйткені жаңағы оны кептірудің өзі қолайлы, күн ыстық, күн жылы, тез кебеді деп ойлаймыз. Жаңа ол жақта газ бар ғой, біздің жақта сияқты тасып кішкене қиын ауырлауы да. Біздің де очередьқа тұрамыз, бір жұма келеді бізге, бір жұма бұрын заявка бермесең қалып қоясың деген сияқты. Ар жақта сразу напрямую қосып алуға болады. Өнімнің бағасы қалай болады? Өнімнің бағасы қазір бүгінгі таңда 600 теңге килограмм. Жоқ, жаңа продукция килограмм, килограмм. Сіздер сатып отырмыз. НДС-пен 650 теңге деп қойдық. Бірінші эксперимент ретінде, енді расында айтайын, ашық эксперимент ретінде біз 500 теңгеден бердік, барлығын тараттық. Осындай қазір адамдарды үйретіп, не толғаннан жаңа
сосын аларса көтереміз 100 теңгесін. Енді бір ортан қол шаруашылық, мысалы бір 100 бас деп алайық, 50-100 бас, бір жаңағыдай. Енді негізінен бізде азықты қысқа қандайды ғой. Сол бір қысқа қанша көлемде протеин керек болады олар? Ондай расчет бар ма? Жоқ, ондай расчет жоқ. Қандай енді жаңағы малға байланысты олардың түрлері бар ғой, аңгус, не деген әртүрлі. Үйдегі малдар олар басқаша. Оларды басқаша ертесін. Мынандай жаңағы породистиларды басқаша үйренген. Сондықтан олар өздерінің жаңағы расчет жасайтын технологтары болады. Әр жерде әртүрлі. Олар өздері қалай қосады рационды солай береді. Біз қаншалықты былай айтсақ та, былай істемей десек те оларды нетірмейміз. Түсінікті. Енді Ақкөл Астананың іргесі ғой. Жаңа өзіңіз айттыңыз, кезінде үкіметтің үлкен жаңағыдай жаңа қала, заманауи қала жасаймыз деген бір жоспары болған. Жақсы жер, жақсы қала білеміз. Сондықтан осы қалада жаңағыдай өндірістің ашылып жатқаны ауыл халқы қалай қабылдады және қанша адам жұмыспен қамтылып отыр деген сұрақ бар. Бүгінгі таңда бізде 22 адамдай жұмыс істейді. Керемет. Жақсы. Қазір ақырын өсеміз деп ойлаймын. Сол жаңа зауыт салсақ, аларса сондай 60 шақты адамдай жұмыс күшінен проблема жоқ, жоқ. Онда Асхат мырза, сізге уақыт тауып хабарыңызға қатысқаныңызға үлкен алғыс айтамыз, және алдағы уақытта жаңа уәде еткендей өзіміз барып, сіз емес, біз сізге барып өндірісті көзімізбен көріп, түсіріп, жаңағыдай халыққа осындай заманауи жаңағыдай өндіріс ретінде таныстыра жатармыз. Көп рахмет уақыт тауып келгеніңізге. Сізге рахмет. Қабылдап шақырғандарыңыз үшін. Оқасы жоқ. Іске сап. Қадірменді көрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Естеріңізге саламыз, бізде студияда қонақта болған Агропротеин жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Асхат Мадиев. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.